Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Әпетай Мұқарабұлының Киелі көш атты романның жалғасы. Кейін іргелерін бөліп кеткенге дейін барған. Сонымен жығылғанға жұдырық дегендей біреудің жалғызы, жесірдің жалғызы, бәрі де үкіметтің тегеурінен құтылмады. Екі баланы сүйеге мінгізіп жүруге айналғанда, ауылдың үлкен кіші кәрі жас аспанға қаратып мылтық атқан әскерлерге қарамай, қостай Саратанды қоршап алып, екі балаға Назархан мен Тағарбекке қош айтып, маңдайларынан иіскеп, баталарын беріп, Алладан амандық тілеп жатты. Аздан соң топты қарулы әскер келіп, елдің айбарын басып, сағын сындырып, Саратанды жетелеп, судан өткізіп, өзеннің ар жағында шулап тұрған 100-дей балаға қосып, Ойырқының сары беліне қарай жөңкіле жөнелді. Ауыл адамдары өзен жағасына дейін келіп шулап, әскер сартылдатып айдаған бала мен аттыға әппақ қар басқан белестен асқанша ботасынан айырылған боз інгендей бозлап қала берді. Жақша су ішері бар Назархан 1949 жылы елге оралды. Дағарбек жаңиеді бит буып және сары аурудан өліпті. Шешесі Чайза 1967 жылы қайтыс, олардың алдына дейін көріс айтып, жоқтап отыратын. Бұл ел аузында өшпеген зар атанып кеткен екен. Боз інгендей бозлап қала берді. Сол ретке бала оқ мылтық ат түйе жиюды Мафукаңның бұйрығы бойынша Жаңия аймағынан Хан Жигүң, корпус бастығы Шишуан аймағынан Мафукаң бригада бастығы екі жақтан әскер ұйымдастырып, Ұйғыр қазақтан Тағыз Зайдырақын, Матың, Әфірімбек қатарлы тілмәштер мен Елпек ру басыларының селбесуінде Сұр, Ойырқын, Ырқа, Тула, Майсу аңғарларында отырған қазақ ауылдарында айға жалғастырды. Баласынан ат көлігінен айырылған ел Шүлентау теріскейіндегі Сайсарада осылай шулап қала берді. Демек, көп санды адамдар үкіметке сеніп, баламыз оқып келеді деген үмітте болды. Бұл Мафукаңның қазақты тізгінде ұлы жоспарының басталуы ғана еді. Сүрден батысқа қаша көшкен ел. 1941 жылы ақпанның басы. Қар құрсаған Шүлентау сағасындағы қазақтардың тыныш тағы кете бастады. Жонтауды қыстап ауру науқас көбейіп, ел азық-түліктен тарығып, аң атар қуыс темір жоқ, аң іздері мен үңгірлерге тұзақ қақпан құрып, тоқты торым ұрлайтын ұсақ ұрылар көбейіп, бір бөлім малшылар жан бағысы үшін ұрланып, жазыққа түсіп, егіншілерге жалданып, құржалардан сұрау сұрап дегендей ел тоза бастады. Түнгі әскерлерге тілмәш болып жүрген саққұлақтардың аузынан елді тұтасымен шығыстағы Багажа деген жерге айдайды екен деген қауесет тарап, ел көңілі тіпті алаң болды. Үйтетіні 1931-1932 жылдары Алтайдың күнбетінде естен қалғысыз ақсүйек жұт болып, бір бөлім ел Алтай тауының теріскейін қыстап көктетіп қайтамыз деп барғанда, Кенжебек атты қазақ бастаған халқа әскерлер елді Монғолияның Қаракөл, Зәбіхан өзеніне қарай айдап барғанда, атамекенін туған елін жерін қимай, елдің ішіндегі Қаржау Таспике, Рамазан, Байдолла, Беги, Сарбас, Әйкебай, Орайқа қатарлы атқамінер мықтылары Монғолия әскерлерін айламен алып, күнді түнге жалғап көшіп, екі елдің шекарасындағы ұлан-давалынан аман асырып, күнгөнің қасиетті топырағынан қайта оралған еді. Елді шығысқа айдайды екен дегенде, естігенде үлкендер осы оқиғаны естеріне алып, шығысқа айдаса қалың Қытай, Моңғол заңзудың ішіне апарып, босып жүрген аз қазақты тоздырып жібермекші. Қазақ қанымыздан, мұсылман дінімізден айырылғанымыз осы деп зар қақты. Атқа мінген елбасылар түнделетіп тіл алысып, амалын тауып құрал түсіріп, ат көлік құрап батысқа кетудің амалын ойластырды. Осындай қызмет табан күндердің бірінде қолдарында 8 мылтық оғы мен астарында жайлақ ат түйесі бар Шақабай руының 20 жігіті ерен қайып, Қытай хандар бастап Сұр өзенінің қысаңында отырған Ақша Таспике Кәрміштің балалары Мейірімхан, Малың, Аждардың ауылына жетіп келді. Бұлардың басшысы болып жүрген Еренғайып екі көз оттай жайнады. Ауылымыз Ырқа, Майсы өзендердің басында еді. Мұндағы елдің көбі Шыңқай жеріне бармай, Нұрғали Күрдайдың елі болып қалған елміз. 10 шақты күннің алдында әр ауылдан құралып 20 жігіт Шишуан қаласына астық шай алуға саудаға барған едік. Қалай екенін білмедік, қаладағы әскерлер ат түйемізді өздерінен адам шығарып жайғызып, күндіз бізге аттарын тағалатып, түнде биік жамбылды қораға қамап, есігіне сақшы қойды. Бұл не қылықтарың? Біздің қатын баламыз аштан өлсін болды. Бізді қоя беріңдер десек, асықпаңдар, бізге командирлер осылай істеуді тапсырған дейді.
Murnağı göre түсте әскердің атын тағалап жасап, бір шенді сымақ біреу келіп, енді бір мәнсәптісіне. Болыңдар, шұғыл міндет бар секілді, тауға шығамыз деп қоқайлап тұрған Қытай ханның құлағы шалып оғып қалыпты. Басқамыз ештеме ұқпаймыз. Соң тауға шықса қазақты шаппағанда не бітіреді? Не де болса қозғалайық деп ақыл ұрап, түнде 3 азамат арқан салып жамбылдан асып түсіп есікке қараған екі әскерді өлтіріп, құралын алып, тағаның қасаңымен дарбазадағы жаман шынжырдың қоспасын ашып, сол жамбылға қамаған ат көлікпен қашып шығып, сол кеткеннен кетіп таң ата Туланың қысағындағы 8 әскер қарауылды алып, өздеріңізге жеткеніміз осы. Енді бізге жақсылық жоқ. Бүгіннен қалса ертеңнен қалмай артымыздан қуғыншы қосын өзі де келеді. Ауылға барғанымызбен бізді аман қоймайды. Біздің мақсатымыз аманшылық болса, Гәстегі Құсайын Салақиттан Қабдылдың еліне бірақ тарту деді. Сөзін қысқа қайырып. Басқалар да бұл жерде бір күн тұра алмайтынын айтып жанталасты. Сендер аз аялдап дем алыңдар, асығыс сайтанның ісі деген. Біз де қарқарадай қалыппыз, сендер болып, біз болып ақыл ұрайық. 2 күннен бері елді шығысқа айдайды екен деген өсек тарап. Бізде ұшарға қанат аттарға құрал жоқ болып, зығырдарымыз қайнап отыр. Бас жақта Адубай Ваңның ауылы бар. Одан жоғары қалың ел қаптап отыр. Соның бәрімен ақыл қосайық, азаматтар мал сойсын деп Мейірімхан асықпай ақылын айтып, бұл жаужүрек жігіттердің аттыққан көңілін басты. Ауыл адамдары 2 қой сойып, ет асып жанталасты. Өйткені қолдарында 8 бірдей мырыш мылтығы бар топты азаматтың келе қалғаны Мейірімхан сияқты көзқарақты адамдардың ішкі жоспарын іске асыруға үміт ұшқынын ала келген еді. Осыдан соң Мейірімхан артқы жұмысты ажылар бастаған азаматтарға тапсырды да өзі қаракератпен қайқая шауып Адубай Ваңның ауылына келіп, болған жағдайды мәлімдеп, осы орайда қуғыншы әскермен атысып, қысағынан төмен әскер бағып жатқан ат түйені тартып алып, батыстағы елдің артынан кету ойы бар екенін бүкпесіз айтты. Адубай Қазанбайдың үлкен ұлы болғандықтан Мейірімханға үлкен әке жолында, елдің уаңы. Осы жүрген Тасбегінің Асқар бел айдын көл тұтатын ақыл иесі үлкен адам. Мейірімхан бұл кісінің қашанда үкіметті жақтайтынын, атыс шабыс ұрлық қарылыққа жаны қарсы екенін. Сондықтан көп заманнан бері Әліп сияқты Кәдірбектің теңтектерінен іргесін алыс салып, көбінде айтқанынан шықпайтын жуас ақшаның бір баласы. Қарас Қамке Мәшит өзінің саудагер Бадызы Найман Қауан ауылдарын көрсететін, бұрыннан жақсы білетін, бірақ ат түйе қару-жарақ бала алынып, Нұрғали үкірдайлардың жазықсыз өлтіргені уаңға қалайда жаңа түйсік пайда еткен шығар деп ойлаған еді. Мейірімханның бұл ой керісінше болды. Балам Мейірімхан, үкімет қашанда халықтың иесі. Жер қайда барсаң да үкіметтің жері. Адубай Ваң Ақторғыншысын қолына алып, Мейірімханға отты көзімен тесіле қарап отырып. Үкімет қаһарын төксе, қайда барсаң да ат тұяғымен таптамай қоймайды. Ат түйе алса, Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың керегіне жаратар. Бала алса, оқытып қанатын жетілдіріп елге қайтарар. Қару жиса, тентегін жуастып, ел ішін тыныштандырар. Қай үкіметте өзіне қарасты халқын қырып тастамайды. Үкіметке де мал бағып, от жағып, алман салық төлейтін жай бұқара керек. Шытын басына қаптай тартып, енді ғана бірер тал ақ кіре бастаған қара мұртын сылап қойып, бәйбішесі Шағила ұсынған шайды қолына алып, айтқанды ұқсаңдар, Шақабайдың қашқындарына жоламаңдар. Олар қан төгіп, қару олжалап келген үкіметтің күнәкарлары. Енді елді бұлғатпай, жөніне қарай шығарып салыңдар. Үкіметке қарсылық істеген Есінқан зәйіптер жон тауға шығып кетіп болды. Қыс ішінде ыс жерде қанша марқадам тапты дейсің. Үкімет заңзу әскерін шығарып, сосса қызыл қырғынсыз бола қоя ма? Көпті көрген ғой, Адубай бірдеме біледі десеңдер, үкіметпен жағаласамыз деп қыс ішінде елді тоздырмаңдар. Онанда үкімет не десе, соны орындап осы елдің оқуға кеткен балалардың амандығын күтіңдер деп, Адубай Ваң асықпай көп ақыл кеңес берді. Бірақ бұл ақылдың бір бөлігі Мейірімханның көкейіне сыйғанымен, орай екі келмейді деген түйінді ойын өзгерте алмады. Ваңның айтқан сөзінен қайта қоймайтынын білген Мейірімхан, онда мен қайтып барып ақылыңызды бәрін айтайын. Бәріміздің ойлағанымыз да елдің қамы ғой деп, шыныдағы шайдың сарқытын қауып ұрттап орнынан тез тұрып есіктен шыға жөнелді. Адубай бәйбішесімен шүңкілдесіп аз отырып ақыл ұрады да ауыл азаматтарын шақырып екі жұмыс тапсырды. Төмен жақтағы есерсоқтар тағы бір пәле бастағалы жатқан секілді. Тіл алсаңдар, ел жұрт қатын баланың қамын ойлаңдар. Саубастарыңа сақина тілеп, қосақтың ортасында кетпеңдер.
Бұл бір. Енді бірі. Қазірден бастап ат көлікті даярлаңдар. Мен шығысқа көшемін. Еру ермеуді әркім өзің білесің. Үкіметпен алысқандардың не болып жатқанын көздерің көріп жүр. Барыңдар, бас жақтағы Қамкеш Аңия, Әбілқайыр Залың ауылына да хабарлайтыңдар, деді Адубай шорт сөйлеп. Сұрғылт өңінен ыза боп отырғаны байқалады. Өз ауылына қайта шауып келген Мейірімхан Адубайдың ақылын ауылдағы үлкендер мен Еренғайып бастаған топқа жеткізіп еді, бәрі бұл ақылды теріске шығарып, осы бір екі күнде қозғалмасақ мәңгі бас көтере алмаймыз. Құдай құран деп отырып, Есім ханның елін қайтты. Осы өңірден ел ауғанда қозғалмай үкіметтің айтқанын ұғып, айдағанда жүрген Нұрғали Үкірдай не болды? Уаң үкімет халықтың есі дегенімен, тап мына Мафуфаң халыққа ие болып жыратпайды. Бұның білетіні алмасалық, бетіне қарағанның көзін жою. Кәнсуге келгел үкіметтің ұрсат аяғы тыңдаса сақ құлағы болған Қасым Батырды да атып тастапты дейді. Айналдырған оншақты үй меркет солар үкіметке не істепті? Әуелгі сөз рақым, осы уәдеміз уәде. Әкеңнің аузы Мафуфаңның сараяқ әскердің қорлығы әбден өтті. Жігіттер елеуреп те кетті. Әсіресе Мейірімханның інісі Мәлік кісіге сөз берер емес. Төрде тұрған Еренғайып сөз кезегін алды. Айтқандарыңыздың бәрі жөн. Біз де бұл үкіметтен күдер үзгендерімізбен қатын баламызды бір сайға тастап қашып келдік. Шишуан құржасындағы халықта дүнген әскері десе зар иледі дейді. Күн батқан соң ашық тұрған есікті көрмейсің. Ер жеткен қыз балалар, жас әйелдер жалғыз жарым жүруден қалыпты. Ұсақ жаймашылар жоқтың қасы. Ал таудағы өз еліміздің ахуалын өздеріңіз әбден білесіздер. Нұрғали Үкірдай аты затына сай сабасы ақыл иесі еді. Тау ішіне келген үкімет ұлықтары сол үйді бөгіп жатушы еді. Дәл іштей не ойлайды екен, үкіметке қарсы бір ауыз сөз аузынан шығып көрмеген фәнде. Осы жақта қалған елдің бір азаматын шеттетіп, мал қуғызып көрмеді. Көрші болған сары ойғыр заңдуларды сондай сыйлайды. Өзіне осындай сенімді адамға қас қылғанда басқаның не жанын қояды. Бірақ сіздердің өз ақылдарыңыз өздеріңізде болсын. Біз келді, қолдарында бірнеше шарықты мылтығы бар екен деп жыл орындарыңызды суытып алмаңыздар. Құралды қарсылық болған соң өлім жедімсіз болмайды. Мына Жонтаудың ішіндегі көші-қон да оңай емес. Біз болсақ елден безген салт азаматпыз. Қатын баламен жүрген сіздер қиыншылық тартасыздар. Ала жылан ашбақа болмай тез бірлікке келіңіздер. Байламға келе алмасаңыздар, біз дереу жөнелейік. Сіздерге кеселіміз тимесін. Отырғандар өздерінен өздері терілеп, қысылып кеткендей болды. Соңында көтеріліп отырған Мейірімхан. Айтқаныңыз жөн, әркімнің өз ақылы өзінде. Уаң не ақылына түсіп топқа қосылар, не өз жөнін табар. Аяқта отырған осы ауылда бөтен сөзді ешкім жоқ. Осы ақылға келсін келмесін бас жақтағы ауылдарға түгел хабарлап, құптайтындары болса, тобымызды молайтайық. Тауға тыққан 2 мылтық бар еді. Дереу алдырайын. Ал енді сөз осы. Азаматтар, ат көліктерді даярлап, сойыл шоқпар болса да қолға алыңдар. Аждар, сен бастап қысаң жаққа қарауылға шық. Басқаларың ат түйені жиып, көші-қонның қамына кірсіңдер деп бірден орналастыру жасады. Бурақанды бас жақта елге қабырға жіберді. Осы күні түнде Шишуан құржасына саудаға кеткен Адубайдың інісі тұрды қашып елге келіп, Шишуаннан көп әскер шықты. Мен түнделетіп қашып зорға құтылдым. Таң атпай осы жерге жететін сияқты деген қорқынышты хабар әкелді. Мейірімхан Еренғайып бастаған 40-тай азамат 10 шақты мылтықпен түнделетіп жаудың жолын тосып кетті. Ауыл түн ішінде ызым қуыт шу болып, үйлерін жығып, қорын қосқалаңын салып, қарбаласқа түсе бастады. Таң сәріде Сұр өзенінің қысаң жағынан тарсылдаған мылтық даусы естіліп, аздан соң дүрсілдеген пулемет, гүрсілдеген қол гранат даусы жиілеп, атыстың күшейіп бара жатқаны байқалды. Таң атқан соң ауылға хабарласып, өрлі-өрлі шапқылаған жігіттер Адубайдың бас аяғындағы 40-қа жуық түтіннің жұртын көріп, жағаларын ұстады. Адубай айту бойынша ауылын бастап, Айшыға сайды өрліп шығысты бетке алып жолға түскен еді. Сұр өзенінің екі жағасында отырған даярлықсыз ел қалай тартарларын білмей сайды өрлеп құлдап шауып жүргендері сол еді. Ертеңінде атыс күні бойы жалғасып жатты. Жау тосқан қазақ азаматтарының жауды жібермей төбе-төбеден тосқауылдап атып жайратып жатқаны анық. Бұл күнгі атыстың мақсаты екеу еді. Бірі мергендер жауды қадап атып, жылдан пысық жігіттер оққа ұшқан оңаша жау әскерлерінің құралын алып келіп, оқ мылтықты молайту. Енді бірі
Қысаңнан төмен бағылып жатқан қазақ ауылдарынан жиналған ат түйені қайта тартып алып, көлікті толықтап батысқа көшіп еді. Осы атыс кезінде 20 шақты азамат Ойырқұм жақтан айналып, жау әскерінің негізгі күшінің артына айналып та кеткен. Тағы осы күні Сұр өзенінің орта қарында отырған ауылдардың атысқа бармаған үлкендері бір қойнаудағы күнгей төбеге жиналып ақыл құрап, елге ел бастаған арыстарына Алладан амандық тілеп күңіреніп отыр. Біреулер қашанда тасбикелер тыныш жүрмейді. Елсіқан бастап барып, елді қырғызып еді, енді Мейірімхан қостап елді тағы қырғызатын болды десе, тағы біреулер. Жоқ, Жантекей демейсің бе? Кеткен елді тасбикеме базар қыл бастаса, Елсіқан мен Зайып демең дейді. Бастаса енді тағы тасбикемен Шақабай бастап елді бүлдіріп отырмай ба? Бұлар енді айғырмен жағаласқан ат арқасын алдырады болып қана қалмай, мына аш-жалаңаш көліксіз отырған елге апат әкелетін болды. Осының бәрін Уаң, Алубай білмей көшіп кетті дейсің бе? Ол кісі қашанда бірдемені алдын ала болжап, осындай пәледен аулақ жүретін адам. Енді сол Уаңның артынан көшсе болды. Айтылмаған сөз жоқ, шал-шауқандар екіге бөлініп, қызарақтасып та қалды. Соңында Сарбас Әбілқайыр залың орнынан тұрып: Жамағат, мынау талас тартыс қылып төбеде отыратын Баркөлдің бәйге төбесі емес. Тарсыдағы мылтықтың дауысын естіп отырсыңдар. Мынау жан беретін жаушылық заман. Біз осылай ауып келгелі осы үкіметіңнің әсіресе дүнгеніңнің алғанынан басқа бергені кез келген жерде халықты қырғаннан басқа сөзімізді сөйлеп қорғаштағанын көрмедім. Осы рет атарға мылтық, артарға түйе, мінерге ат, сүйерге бала қалдырмай жинағанына қарағанда енді көрсетер жақсылығы белгілі. Базарға астық шайға барғандардың қамалып қашып келген анау. Енді ең жақсысы Құдай қолдап азаматтар көлік түсірсе, қару-жарақ түсірсе, осының иегінің астында малтамай, еңге барып Алланың бұйырған рызығын сонан соң көрсек деп отырмын. Тағы залыңның сөзін тағы бір шал кимелеп: Ой тәйір-ау, дүнгенге кеткен қалың баланы қайтып тастап кетеміз. Ал осы елде көшіп кетерліктей көлік қайда? Орнымызда қозғалмай отырсақ, патшалық әскердің бейуазда несі бар дейсің? Қашанда пәлені өзіміз бастап жүреміз. Әй, болды. Несіне вайман көресіңдер? Бейуазды қырмай жатыр ма? Мына залыңның айтқаны жөн, шеттеп кетпей жан бағалмаймыз. Алубай, алдына барсаң әкеңнің құнын кешеді деп әрбілеп ағам атшыбайды да аяқсыз тұяқсыз жоғалтқан. Менің жаным содан артық емес, енді отыратын түк те жоқ. Қалай көшсеңдер де қозғалайық деп жәдік Қатшыбай атына қарай жүгірді. Солақ екен, шығысқа көшетіндер мен батысқа көшетіндер белгілі болды. Бір-біріне қош айтысып, амандық тілеп, топ-тобымен жөндеріне кетті. Көп санды ағайын туыстары көлік жағдайларына қарап екі жаққа бөлінетін бастады. Ел осылай тағы тоз топалаңы шыға бастады. Осы күні кештен бастап шығысқа көшетіндер үздік-создық қозғалып, Сұр өзенінің бас қағарына жылжып қонды. Бұнысы үкімет әскерлерімен атысқан елден іргелерін аз да болса бөліп, әркім өз амандығын қорғаудың амалы еді. Осы күні кештен бастап шығысқа көшетіндер үздік-создық қозғалып, Сұр өзенінің бас қағарына жылжып қонды. Бұнысы үкімет әскерлерімен атысқан елден іргелерін аз да болса бөліп, әркім өз амандығын қорғаудың амалы еді. Мейірімхан Еренғайып бастаған елудің үстінде азамат таудан түспей, жүздің үстінде әскермен екі күн атысып, әскерді алға бастырмағанымен қоймай, алды артынан қоршап, қолайлы биіктерден атыс алып, қылып кеткен ит жан жаһанамға жөнелтіп, соңында жарымына таяу ғана қайта қашып құтылды. Ат түйеге кеткен мықтылар да 300-ге жуық көлік айдап шыққанымен қоймай, жау әскерін артынан келіп атқылап, ес ақылын алды. Сонымен 30-дің үстінде мылтық түсіріп, бас аяқтан құралған 300-дің үстінде түтін батысқа тартты. Бұлардың жоспары Бордың кезеңінен асып, Сарғалжыңның басынан түсіп, одан үлкен кіші Алтынды басып, Мақайды көктей өтіп, Тайжнор арқылы Гәс, Қызылтастағы Құсайын, Тоңқышбай бастаған елге қосылу еді. Айсыз қараңғы. Көш Бордың кезеңіне таяғанда алдағы чолғышылардан кезеңде әскер бар секілді, бір қанша чатыр көрінеді деген хабар келді. Мейірімхан, Қошпан, Еренғайып қатарлы ауыл басшылар көштің алды-артына қарулы азаматтарды топтап, түйелердің аузын буып, ұсақ малды қорасымен жолға тастап, нар тәуекел жасаған ем қолдай көр деп тәуекелге басты. Етік шақайларын беліне қыстырған 7 азамат байпақшаң баспалап кезеңге шығып, қалғып-шұлғып отырған 5 әскердің үнін өшіріп, көшке жол ашты. Үйтетіні арт жақтан қуғыншы әскер шықса, алда тосқан әскер, жалғыз кезең асу, бұра тартар жер жоқ. 300-дің үстінде түтін, 1500-ден астам адам не қырылып, не қол көтеріп бағынғаннан басқа шығар жол жоқ еді.
Сонымен сәті болып көш ыңсыз-дыңсыз кезеңнен асып алғаннан кейін тағы қару-жарақ түсіріп алсақ деген тойымсыз нәпсінің қамшылауында 20 шақты азамат қайта келіп кезеңнің екі жағында қарауылда ұйықтап жатқан әскерлерді атқылап, ұйқылы ояу әскерлер қазақтардың қай жағынан шыққанын білмей бірін-бір атқылап, соңында қазақ батырларына жем болды. Осы кезеңді қазақтар Бордың кезеңі деп атады. Іс жүзінде алыстан ақсары болып көрініп жататын жолы борпылдақ күкірт кені шыққан жер еді. Жерлік моңғол занзулар күкірт қазып алып, дәру қалайтын. Сұр өзенінің жоғарғы ағарынан қозғалған бір қанша ауыл жол білетін мықтылардың бастауында Бора суының оңтүстігіндегі бір сайды қайқайып, жау әскері қарауыл қоймаған жадағай кезеңнен асып, аман-есен алдыңғы елге қосылды. Бұл көшті бастап жүргендер Таспикі Төртпән, Барқы Мекебайлар еді. Жаудан құтылған ел сол беті үдіре тартып, моңғолдар Құлантос деп атаған сары жазық пен қоңыр адырды бөлек-бөлек құм төбелерді кесіп өтіп, жолда екі рет дамылдап Сарықалжыңның басқы тарамдарының бірі болған Китін қолға келіп бірақ түсті. Бұл осы өңірде моңғолдардың жайлауы еді. Осы сары төс пен қоңыр адырда қазақтар сұр тағы атаған үстірт құланы ақшабақ болып жыртылып айырылады. Арқар құлжаның да сұрағы жоқ. Мергендер құланды аралап жүріп семізін құлақтан ұстап атып, ел азыққа жырғап қалды. Осы кездегі елдің бейнесі ұзақ уақыт қамақта жатып, енді ғана еркін дүниеге шығып бостандыққа жеткендей еді. Қаптарында түйір астық, қолдарында орабауыздар қой болмаса да рухани жақтан осындай үлкен желпіністер болды. Ертеңінде шұбырған көш Сарықалжың өзенін құлдай тартып, Қызылдабаның аузына келіп түсті. Бұл Сарықалжың оңтүстік тауының теріскейі, үлкен қалтынға асатын сайдың аузы еді. Тау, тас, әлі аққар, көк мұз. Сайды қайқайған үскірік азынап тұр. Артта түстік жерде қалған шолғыншылар жолдың бас аяғындағы атысқа ұрымтал төбелер мен жартастарда екі көздері Бордың кезеңі жақта болып, күндіз от жақпағандықтан шерге су жоқ қақтығып отыр. Бар ермектері бірін-бірі қағытпалап қалжың айтады. Тосқан елден, баққан малдан айырылған әскерлердің хабарын алған Махпукаң от алып қопаға түсіп, қолында сынық темірі жоқ жабайы тағыларға шамасы жетпеген өңшең ынжықтар. Бір емес, екі емес, осымен 3 рет жеңіс табамыз. Мачужиге не деп жауаптасамыз деп шыр айналды. Ол қанша ойланса да болған ахуалдан Махпукаңға телеграмма бере алмады. Соңында тағы әскер шығарып батысқа ауған қазақ елін тып-типыл жойып, қатын баласын шулатып, Шишуанға айдап келуге бекіді. Онан соң кемінде қазақтарды қуып Сарықалжыңның оңтүстік тауынан асырып жіберіп, Әншиден Шиншаға дейінгі тас жол линиясының амандығына кепілдік жасау керек. Бұндай болмағанда қазақтар Шинжанға қайта көшеміз деп тас жолға жақындаса, күндіз-түн тасылып жатқан кіре машинасына лаң салмай қоймайды. Онда жеке Мачужи емес, Коминдан орталық үкіметі мен халықарадан сөгіс еститін боламын деп түйді. Сонымен Шишуаннан тағы 100-дің үстінде атты әскер шығарып, көштің бараны көрісімен миномоттың астынан алып, қырып жойып қайтарып келуді тапсырды. Қабасақал қара рота бастаған 100-дің үстінде әскер шұғыл жолға шығып, шаң бар шыбышыңды басып, үлкен күңсаны өрлеп, 3-ші күні жатты қасудан Сарықалжыңға асып түсіп, өзен бойынан із жалды. Бұлардың қарасын арттағы шолғыншылар да дүрмен көріп, оңтүстік тау бөктерімен жабықтап, жау әскерімен ауылдың ортасына ұмтылды. Елдің қайда екенінен хабарсыз жау әскерлер бөктердегі шағын топты көріп, олар да солай ұмтылды. Аждар, Бурахан, Еренғайып бастаған 30-дай мерген тың аттың күшімен жерді отып, ел қонған сайдың өзен жағындағы аласа көлденең қыраттан келіп атыс алды. Ауыл жаққа да хабаршы жіберді. Дегенмен сырын білмейтін жерде жау әскердің ойламаған жерден алдарына шыққанына сасқалақтап та қалды. Тіпті жаудың алдыңғы бөлігі ауылды басып қалды ма деген қорқынышты күмәндері де болды. Алдымен келіп атыс алған жас жігіттердің үстіне аттарын сабалап, екі қарт мергенде келіп түсті. Бұлар Сарбас Нұрсадық Түнғатарұлы, Таспикі Тұрлы Қазанбайұлы еді. Екеуінің жасы да 50-дің үстінде. Талай атыстары мен аңшылық харакеттерде мергендіктерімен аттары шыққан, атқан оқтары жерге түспейтін мерген батырлар еді. 1938 жылы желтоқсанда ел Баркөлден үркіп, Шыңғыстай 9 күн айлпыранмен бомбылағанда бір айлпыранды атып түсіріп, елдің алқауына ие болған осы Нұрсадық болады. Осы атыста тұрды да жауды алыстан қадап атып аты шыққан.
Екі қарт мерген араларына келіп отырғанда, жас мергендердің кеудесі көтеріліп, тарсылдап тулаған жүректер орынға түсе қалды. Көзінен дүрбі алмай екпектеп жатқан Бурахан. Әй аналар аттан түсіп екіден үштен бытырады ғой. Бұл қайткендер ей? Оқ жететін жерге таямағанын қарашы деді. Екі жағындағыларға қарап. Оң жағында жатқан тұрды. Бер әкелші дүрбіні деп басындағы елтір тымағын алып тастап дүрбіні тартты. Аздан соң басын көтеріп. Әй ана елеңді ұрайындар, миномет қойғалы жатыр екен. Бытыраңдар, ат ұстағандар ана таудың арт жағын айналып кетсін. Сол қолымен аяқ жақтағы қызыл керіш қыратты көрсетіп. Тымақтарыңды қыратқа қалқитып қойып, екі жаққа бөлініңдер деп айғайды салды. Сол-ақ екен минометтің бірінші жарылғышы келіп, жаңағы ат ұстап тұрған маңдағы төсті содан түсті. Содан арт-артынан түскен жарылғыш қыраттың үстімен арт жағындағы қойнаудың тоз топалаңын шығарды. Сәті болғанда көзқарақты кәрілердің сезімталдығы ес қатып, жалғыз көкшолақ аттан басқа шығын болмады. Азаматтар төкеңді қызыл тілдерінің жетісінше мақтап жатты. Шай қайнатын бомбылаған жау әскерінің мол бір бөлігі сарғалдағы болымсыз ағынан шыға келіп мергендерге қарай ат қойды. Сеп жайып шаңдатып келеді. Шамасы 80-нің үстінде бар секілді. Қазақтардың қолында не бар 20-ға толмайтын мылтық. Қысылтаяң шақ. Жау әскері таяп келеді. Әлі оқ шығарған ешкім жоқ. Мергендердің бәрі де іштей тынып, сағымдай ескен жау әскерін қарауылға алып, масадағы саусақтарын жүйріктің дізгінен тартқандай зорға тежеп, бұйрық күтіп отыр. Жүрек шіркін тулағанда аузына атылып кетердей бұлқылады. Жау әскері 200 метрден жақындағанда ортада отырған екі қарт мергеннің мылтық дауысымен қосылып, тарс-тұрс басталып кетті. Ажалайдап алдына келе жатқан 7-8 ақбоз атты әскер оқпен бірге омақасып, бір қаншасының аттары оққа ұшып, қалғандары атының басын бұрып қайта қашты. Аттарының басын бұрғанша да бір қаншасы түсіп қалды. Бұл ақбоз ат жемтікті сүйреткен қалпы мергендердің алдына келіп, бірақ тоқтады. Жау қашқанымен мергендер әлі қадап атып, жау әскерінің атын омақастырып жатты. Атыс деген жан алып, жем берген қорқынышты іс қой. Жау әскерлері қайта ұйымдасып, жыра жықпыт төмпектерді тасалап, пулеметтен оқ жаудырды. Алыстан ол да бекер неме-екен. Керіш қыраттың үстіне таямады. Мергендерінің қадап атқан оғы ғана ажал шақырғандай сылдап, кейде көрнеуде тұрған тымақты түйреп өтіп жатты. Заты ұстағандар жүйрік мылтық болса секілді. Осы кезде көш жақтан тағы 20 шақты азамат келіп, батыстағы қыраттан атыс орын алып, азаматтар тобы көбейіп қалды. Бірақ жау әскері тасада отырып атқан миномет оғы төбелерінен тағы түсе бастады. Бұл рет екі қыратқа да пытырап түсті. Мергендер кейін шегініп тасаланды. Талай атыста бұндайлардың талайын бастан кешіріп, мол тәжірибе алған қас батырлар аспанда бұлғақтап келе жатқан жарылғышты байқаған заман орғойындай атылып барып жата қалып бойларына дарытпады. Осы тұста екі топқа бөлініп, жарыла шапқан жау әскерлері мергендер отырған бөлек төбені қоршайтындай бейне байқатты. Мұны сезген мергендер дереу аттанып Қызылдауанның аузына таяу жердегі Ұлытауға жалғасқан керіштен келіп жауды тағы тосты. Алдыңғы әдіс бойынша жақындатып алып бір қаншасын жер қаптырды. Осыдан соң жау әскері тауға ілінген қазақтан өлемін демесең, өнемін деме дегендей салынысы суға кетіп кейін шегінгені байқалды. Бұны көрген мергендер оқ мылтық ат көлік олжа түсіруді ойлап, үлкендердің сөзін естімей жау соңынан тұра қалды. Ат үстінен атқылап бара жатты. Жаудың сасқалақтап қайрылып атқан оғының бірі көк төбелмен топ ішінде келе жатқан шөкеннің кеудесінен тиіп, аттың жалын құшып барып ауып түсті. Қасында келе жатқан тағы бір азамат атының басын тартып, бойынан жаны ада болған шөкеннің сүйегінен көріп кейін тартты. Марқұм шөкен Таспике руының Байқон атасынан тараған мықтының бірі еді. Басқалар сол қуғаннан мол қуып жау әскерін өзеннен бірақ өткізді. Өзеннің ар жағындағы ат бойы ағынға ілінген жау әскер аттан түсе қалып, жазықтай келе жатқан мергендерді оқтың астынан алды. Аттарының басын бұрғанша бірнеше ат оққа ұшып, жаяу қалғандар басқаларға мінгесіп, атының құйрығынан ұстап қайта қашты. Осы тұста Әметханға оқ іштей тиген екен, қасындағы екі мықты жігіт оны аттан түсірмей сүйемелдеп алып шығып кетті. Бұлар бөлек қыраттың тасасына жиналып, ақыл құрап, жаудың тағы минометпен атқылауынан қорқып, соңғы атыс орындарына бірақ шегінді. Жолдағы өлген жау әскерлерінің құралын, ер тоқымын аттарын олжа алып, қайта сай аузына барды. Жау әскері қайтып шабуылдамады.
Әйметхан сай аузында тосып отырған тұрды Нұрсадық қатарлы үлкендердің қасына жеткен соң көз оттай жайнап, демі үзіліп елге сәлем. Қатын балаға көз қырларыңды сала жүр деген бір ауыз сөзге келді де мәңгілік көзін жұмды.